Қызылша ауруы пайда болу себептері мен емдеу жолдары. Сәлем достар, сіздермен бірге тән саулығы арнасы каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қазіргі күні қоғамда үрей тудырып тұрған қызылша ауруы туралы не білеміз? Сақтану жолы қандай? Егер жұқтырса, адамға қандай қаупі бар? Қызылша вирустық инфекция. Қызылшаны денеге шыққан бөртпе арқылы білуге болады. Бұл ауру өте жұқпалы, ауа арқылы таралады және бірнеше аптаға созылады. Инфекция ауа арқылы жұғады. Мысалы, сөйлескенде, түшкіргенде және жөтелгенде. Қызылшамен ауырған науқаспен байланыста болған адам, әсіресе қызылшаға қарсы екпе алмаған және бұл аурумен ауырып көрмеген адам 100% дерлік жұқтыруы мүмкін. Қызылша вирусы өте құбылмалы келеді. Тіпті қызылшамен ауырған науқаспен тікелей байланыста болмай-ақ, онымен бір үйде тұрсаң да жұғады. Вирус тез өледі. Бұл вирусты тұрмыстық заттар, ойыншықтар, киім-кешек арқылы жұқтыру мүмкін емес. Балалардағы қызылша белгілері. Қызылша вирусын жұқтырған алғашқы кезеңде, яғни алғашқы белгілері пайда болғанға дейін бала 7-ден 17 күнде ауырады. Бала инкубациялық кезеңінің соңғы 2 күнінде, катаральды кезеңде 3-4 күн және бөртпелердің 4-ші күніне дейін, яғни 9-шы күн ішінде басқаларға жұқпалы болады. Алғашқы 3 күнде қызылша респираторлық инфекция түрінде көрінеді. Дененің безгегі ұстап, бас ауырады, жөтел пайда болады. Мұрыннан су ағып, тамағы ауырады. Ауру негізінен 3 кезеңнен тұрады. Катаральды, бөртпе кезеңі және пигментация кезеңі. Алғашқы 3-5 күнде қызылшаның белгілері көрінеді. Ағзаны ұйқы басып, тез шаршайды және дене температурасы аздап көтерілуі мүмкін. Бұл кезеңде қызылшаның негізгі симптомы науқастың аузында, тістердің түбінде ерекше бөртпе пайда болады. Дақтар қызарып тұрады. Мұндай дақтар ерте бастан диагноз қойып ауырған адамда немесе баланы ертерек оқшаулауға мүмкіндік береді. Қызылша жұқтырған балаларда жөтел жиілеп, дене қызуы біртіндеп 40 градусқа жетуі мүмкін. Эпидемиологтың айтуынша, қызылшамен сырқаттанған 1 жастағы балаларда қызылша онша байқалмайды. Бөртпе де бірден білінбейді. Бірақ баланың іші өтіп құса бастайды. Ал қызылшамен ауырған ересектерде терінің қышуы 20%-ға дейін болады. Ларингит, бронхит 15 күнге дейін созылуы мүмкін. Әсіресе 60 жастан асқан адамдарда ұзаққа созылады. 20-30% қысқа мерзімді диарея және орталық жүйке жүйесі зақымдануы мүмкін. Қызылша асқынған жағдайда адам пневмонияға шалдығады. Қызылша бөртпесі бастапқыда құлақтың артында және шаштың өсу аймағында, бас терісінде пайда болады. Бетке, мойын аймағына және кеудеге таралады. Екінші күні иықтың, қолдың, арқаның, іштің терісі бөртіп кетеді. Науқастың саусақтары, аяғының төменгі бөлігінде де пайда болады. Өңі бозарады. Денедегі бөртпелер балаларға қарағанда ересектерде анық білінеді. Аурудың ең шарықтау кезі осы бөртпелердің пайда болған кезі. Вирустың ең ауыр кезеңі де осы сәтте жүреді. Науқасты тексеру кезінде артериялық гипотензия, тахикардия, бронхит немесе трахеобронхит белгілері анықталады. Қызылша ауруы теріде және шырышты қабаттарда көп қан кеткен жағдайларда қауіпті. Адамның зәрінде және нәжісте қан пайда болып, тіпті қан көптеп кетуі мүмкін. Тіпті бұл адам өліміне әкеп соғады. Сол себепті қызылшаны асқындырмай дер кезінде дәрігер көмегіне жүгіну керек. Бөртпе пайда болғаннан бастап дұрыс ем қабылдаса, 3-4 күні науқастың жағдайы жақсарады. Қызылшаны емдеу жолдары. Жалпы ауруды анықтау үшін дәрігер науқасқа сараптама жасатады. Ол қан мен зәрді жалпы талдау, серологиялық зерттеу. Бұл баланың қан сарысуында қызылша вирусына антиденелерді анықтау. Сосын қаннан вирустың бөлінуін анықтап, кеуде қуысының рентгенографиясы жасалады. Алайда бұл ерекше жағдайда ғана жасалатын тексеру. Сондай-ақ
Электроэнцефалография бұл тексеруде науқастың жүйке жүйесінде асқынулар болған жағдайда ғана жүргізіледі. Жалпы диагнозды анықтау дәрігерге еш қиындық тудырмайды. Қызылшамен ауырған балалар көбінесе үйде емделеді. Егер науқастың жағдайы ауыр болса, онда ауруханаға жатқызылады. Сондай-ақ ауру асқынған және үй жағдайында күтімі жоқ балаларды ауруханада емделеді. 1 жасқа дейінгі міндетті түрде ауруханада ем алады. Жалпы ауырған баланың гигиена сақтауын қадағалап, дәрумендерге бай сұйықтықты ішкізу қажет. Денедегі бөртпелерге ештеңе жақпау керек. Бөлме температурасында баланы сумен жуындыру жеткілікті. Онда да дене температурасы төмендегеннен кейін, яғни ыстығы басылғаннан кейін ғана шомылдыруға болады. Қызылша ауруы бедеулікке әкелмейді дейді дәрігер. Бірақ жүкті әйелдерге түсік түсіру, мерзімнен бұрын босану және жатырішілік ақаулар болуы мүмкін. Қазіргі жағдайда қызылша жұқтырған жүкті әйелдер тыныс алу жеткіліксіздігінен және интоксикация белгілеріне байланысты орташа ауырлықта жүреді. Вакцинаның маңызы. Қызылшаға қарсы егу профилактикалық егу күнтізбесіне кіреді. Алғашқы вакцинация 12-15 айлық дені сау балаларға жасалады. Вакцинаны қайта жасау 6 жасында мектеп алдында жүзеге асырылады. Вакцинада баланың иммунитетін дамытатын тірі қызылша вирустары бар. Вакцинация реакция әртүрлі болуы мүмкін. Баланың дене қызуы кейде 37,5-38 градусқа дейін көтеріледі. Бұл вакцинациядан кейін 5-8 күн ішінде болуы мүмкін және 3 күнге дейін созылатын кездер болады. Ескеретін бір жайт, иммунитеті төмен және онкологиялық аурулардан зардап шегетін балаларға вакцина алуға болмайды. Соңғы жылдары жаппай вакцинациядан бас тарту үрдісі қалыптасты. Салдарынан балалар арасында ауру жиілеп кетті. Биылғы 5 желтоқсаннан бастап балаларды вакцинациялау жоспарланып жатыр. Бірінші кезеңде балалар вакциналады. Екінші кезеңде қызылшаға қарсы профилактикалық екпелері жоқ. Сондай-ақ 2019-2022 жылдардағы кезеңде және 2019 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейінгі кезеңде эпидемиялық көрсеткіштер бойынша егілмеген медицина қызметкерлері мен денсаулық сақтау ұйымының қызметкерлеріне екпе салынады дейді дәрігер-эпидемиолог. Жалпы биыл жыл басынан 1 қазанға дейін Алматыдағы балалар клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасынан 5754 науқас жүгінген. Оның ішінде 1 жастан 7 жасқа дейінгі балалар саны 71%, ал қызылшаны жұқтырған ересектер 2000-ға жеткен.